Телефонду енді қалтама сала бергенде авария болды. Машинаның тең жартысы лопна лоп киылды. 5 баламды кім асырайды? Мен балаларыма қараймын да жылағым келеді. Шошыйсың, бірақ оған қарамастан рухы биік. Ол кісі у бермейді екен де қиярға. Қытайдың уы бізге қазір өте не болып жатыр ғой денсаулығымызға. Мен бір өлімнен аман қалдым. Бұл оқиға 2018-дің декабрь айының 16-сы болған. Мен сол кезде Дружба деген станцияда темір жол жұмыс жасайтын. Стропильщик болып. Бауырым үйіне жету керек болды. Такси шақырдым. Такси келіп отырдық. Бауырыма звондайын деп телефонымды алып алдым да бауырыма звондадым. Мен шықтым, саған қазір таксимен жетем деп. Қалай звондап болып, телефонды қайтадан өшіріп, телефонды енді қалтама сала бергенде авария болдым. Мен отырған машина Audi селедка болатын. Немістің машинасы да, сүйегі мықты. Одан кейін соққан BMW екен. Ол да немістің машиналары мықты болады, кузов жағынан. Соның арқасында аман қалдым. Бірінші Алланың арқасында, екінші сол қатты темірдің арқасында аман қалған шығармын деп ойлаймын. Аварияны біреулер айтты, біз бұрылайық деп тұр екенбіз да, стрешнийді кесіп бұрылайық деп тұрған кезде алдымыздан кеп соққан екен. Машинаның тең жартысы лопна лоп киылды. Мен лавойдан шығып кетеді, лавой тез шығып баспен. Одан кейін бізді областной больницаға жеткізу керек деді, Шарал қаласына. Бізді пойызға салып жіберді. 5 жігіт түстік біз. Жас бала бар еді арамызда. Маған бізге киілген машинаның ішінде. 7 оқиды екен, 8-ші класс, биыл 8-ші класс. Әзірге дейін денсаулығы дұрыс емес деп жатыр да. Больница құлақ бола беретін болғапты, талып қала береді. Бізді Шаралдың больницасына бір күннен кейін жеткізді. Біз бәріміз оянғаннан кейін. Енді түр қалмады енді. Шыны керек. Ояу жатқанымды ғана білем. Денемде тірі жатырым дейді. Қалған жерлерім жұмыс жасамай қойды ғой. Пойыздан 5 скорыймен күтіп алды. Соң Шаралдың больницасына келдік. Шаралдың больницасы снимокке түсіріп алды бәрін. Түсіріп алып, результатын айтқанда жылағым келді. Қазір енді соны еске алсам да жылаймын да. Жол апатынан мен жамбасын, чашкісін жоғары жағы, жамбасын білік басы, 5 қабырғам, және бауырым мен бүйрегім жоғары жылжып кетті деп диагноз қойды. Ол диагноздан мен тұрып кетуім 2 талай етті. Үйге мен больницаға 10 күн жаттым. 10 күн жатып, областной Талдықорғанның больницасына мені такси болған жігіт, мен жанымдағы сол жігіт қаратам деп сол жаққа шақыртты. Талдықорғанға бардық. Талдықорғанға барып, бүкіл областной больницада коляскамен аралап жүрдім. Бірінші сразу балдақпен барғам. Балдақпен болғанда 2 жігіт 2 жағымнан көтеріп алып барған областной больницаға. Медсестралар снимогымды көрді, ойбай, мынандай халде тұруға болмайды бұған. Отыру керек деп коляска алып кеп коляскаға отырғызды. Коляскамен кешке дейін жүрдік енді. Шыны керек, ол жақта
қазір бәрі ақшаға келіп тіреліп қалады ғой. Жұмысың бітпейді қазір ақшаң жоқ болса. Ана енді аяқ асты болған неде ақша да болмады қалтаға. Сол таксист жігіт етем деген ғой, көтеріп алам деген. Маған осы аяқтан тұруыма Ахметбек ағайым міне көз алдымда отыр ғой. Осы кісінің бірақ видеосы маған қатты көмектесті да. Мен бір күн жатқам, содан кейін телевизорды қарап жатырмын, не көріп жатқанымды өзім білмеймін. Одан телефонды алып бір кино көрейінші деп YouTube каналын ашып алып іздеп отырғам. Ахметбек ағайдың бір видеосын көріп қалдым. Көрейінші деп қызықтым да, ішінде тақырыбы есімде болмай тұр қазір. Сен неге жатырсың деген ғой деймін. Сен хайуан емессің, сен адамсың. Сен бұл өмірдің барын көріп, жақсылығын алу үшін келдің. Ішіне кіріп кеттім, неге жатыр екенін көрейінші деп. Сол бір видеосы маған көмектесті ма деймін. Содан кейін, сол видеодан кейін шынымен де мен неге жатырмын? 5 балам бар екен. Әке шешем бар асырайтын. Мен жалғызбын үйде. Соны еттім да 2 күн қуаттану сағаты деген бар екен. Ағайдың видеосын астына комментарийға жазып едім, тегін жүктеп алу сілтемесін жіберді. Сол қуаттану сағатын жүктеп алдым да. Мен енді таң атпай бірінші тұрып, аяғымнан тұра алмасам да, көзімді ашып, жаңағы қуаттану сағатын тыңдауды бастадым. Мен өмірге ризам, әке шешеме ризам, осындай дүниеге алып келген әке шешеме ризам. Содан бастадым. Соны тыңдағалы 3 күннен кейін мен әкеңдер, балдақ әкеңдер, мен тұруым керек деп әке шешеме айтып, балдаққа пага тұрма деп қарсы болыпты. Жоқ, мен тұруым керек, болмайды екен. Одан жатып қалсам, енді до конца жатып қалатындай болды. Болды, сол байланып қаласың да сол жерге. Мен тұрдым. Бір күні есік алдынан бастадым бірінші. Есік алдында мен туалетке де бара алмай қалғам, үйге отырып туалетке біраз семьямның әуресін алдым. 5 баламды кім асырайды? Мен әке шешем маған қарап отыр. Мен жалғыз ұлмын үйде. 2 әпкем бар алдымда. Содан кейін балаларыма қараймын да жылағым келеді екен. Тұра алмайсың аяқтан. Қатыным келеді, тамақ береді. Өз қолыммен отырып барып тамағыңды аламасың, ол өмір сүргеннің несі кержік болды да. Қой, балдақпен тауға шығып келейін десем, қатыным тоқтатады да. Қой, есік алдында жүре берсе шыққане, кеп қалдым ғой деп өз-өзіңе. Жоқ, мен барам, бірінші тауға шығып қайтсам, жай жүріп қайтам деп. Сол күні шықтым бірінші тауға. Ағайындарыма одан кейін видео жіберіп отырдым, өз-өзімді бақылатып отырдым. Міне, таңғы мезгіл. Бағана жүгіріп шыққан, ентігім басылып қалды жүр. Ағайындарым айтып қоям, мен енді тауға шықпай қалсам, маған айтып отырдым, қайдасың деп. Бағындырмайтын белес жоқ. Өз-өзіме сондай не беріп қойдым да, күнде таңертең балдақпен шығып, бір жеттен кейін бір балдақ тастадым. Бір жеттен кейін бір балдақпен қара жүретін болдым. Бір балдақпен шығам. Одан кейін бір жеті шамасында балдақты тастап, ақсаңдап жүруге келдім. Мен 2 жетте ақсаңдап жүруді балдақты тастауға тастадым да, 2 жетте мен балдақта тұра беретін болдым. Балдақ тастағаннан кейін желейтін болдым. 2 күн, 3 күннен кейін желіп шығам. Бірінші тауға шығып олам. Тұрам осы жерде, армандайым біраз. 3-7-де мен жүгіретін болдым аяқтан. Ақсаңдап болса да, жүгіріп бірінші тауды менсінбейтін бөгет. Бірінші тауға смелый шығып олып, қой, екінші тауды қосайын. Екінші тауды қосып олдым.
ағайындарыма жіберіп отырамын, мен екінші тауға шықтым. Міне таудың күнде мен тауға шыққан сайын күнде зиратқа не құран бағыштайтын. Күнде соны әдетке айналдырып алдым да, ата-бабам осы жерде жатыр бәрі. Ұрпақтан ұрпаққа келіп жатқан семьямыз ғой. Бәріміз де сол бір отбасы ғой. Мен екінші тауды екі жеті жүгірдім ау деймін. Екінші тауға не дем мүлде қақпайтын болды. Ахметбек ағайдың бір несінде, видеосында бар. Тауға шығып жүгіріп шыққанда мойнын ұстап көру керек екен да адам. Мойнын ұстағанда жүрек қағысы дүгілеп кетсе, ол не дейді андай. Уже болды, 60 жастағы атаның денсаулығы дейді. Мен ат деп шығып, жүгіріп шығып жүрген күндер ұстайымды тамырым тексерсем, тамырым дүгілдеп тұрады да. Ай, мен 70-тен асып кеткен шалдың денсаулығы ғой менде деп. Күнде жүгірдім мен. Күнде жүгіріп, екінші тауды тастап уже қазір міне шығып отырғанда үшінші тауға шығатын болдым. Ауа райы таңертең ерте күшті да, биікке көтерілген сайын өзіңді тірі екенін санайды екенсің де. Таудың ауасы өте керемет таңертең. Мен қазір көңіл күйімді түсірмеуге бел буып алдым да. Ең бірінші осыдан құтылуым керек болып жүр мен. Өйткені осындай нелерді біреу сұрақ болса қайта-қайта көңіліме түсіп кетіп осы есін шығарып шығады. Соңғы теплиц жасады деп естідім ғой. Мен балдақпен жүргенде жаңағы ағайдың сен неге жатсың, сен кәсібің неге бастап кетпейсің, сен мені көре бергенше кәсібің бастап кет деген бір видеоңызды көрдім де. Анаға қарайтса ойланып қалам ғой, мен неге түсімде жатырмын, бірдеңе бастамаймын ба, қолымнан не келеді, ойланып да, қолымнан мен кішкентай кезімнен бірінші классымнан бастап өгіздің артында ғана соқа бар ғой, соқаның артынан ұстап алып папым айтамын да, әлім көшкім айтамын да, әке сіз неге маған сол кезде өгізді тартып жүрген жеңіл ғой енді, соқаны жерге басып жүргеннен қарағанда. Маған соқаны беріп қояды, оны қиқан етіп, оны жүргізе алмайсың ғой. Боқтақ қояды, жүргіз деп, жүргіз. Мақсат ұлым өзі ұл кенже болды. Екі қыздан кейін туды, кенжеміз бұл біздің. Енді бұл айтқанда, қазақсы айтқанда шаңырақтың иесі енді. Жалғыз бала болғанда енді кішкене кезінде анша көп нетіп, бұлай жұмсап неткеміз ол енді. Бірақ сонда да бір қызық уақиғалар болды. Мынау кезінде бізге ауданымызда свекла жақсы егілмей, сол свекланы жаңағы ауданның әкімі бақшаларына да свекла егіңдер деген бір жаңағы сол уақытта сондай бір указы болды, жаңағыдай бұйрығы болды. Содан жаңағы әкімшілік бар, басқа жаңағы басшылар, ой сіз егіп көрсеңіз қажет бақшаға дегеннен кейін мен бақша үлкен болғаннан кейін жаңағы свекла ектік қолмен. Мөлшермен сол 60-70 сотықта ектік ау деймін мен де мөлшермен. Содан жаңағы свекла шықты. Свекла шыққаннан кейін бұны жаңағы арасын жүру керек болды. Айтқанда, ғылым тілімен айтқанда рыхлит етеміз жаңағы. Қопсыту керек. Содан жаңағы үйге өгізге артына соқа жасадым мен. Соқа жасадым енді мақсатымды өгіз басып кетер деп жаңағы соқаны ұстатып қойым. Соқа өзі кіреді, ақырын ұстап болды оны. Оған балаға сондай бір күш келетін нәрсе емес ол. Ана өгіз тез жүреді, баланы басып кететін шығар деп ойлаймын да, мақсатқа өзім жетектеп, жаңағы мақсатқа соқа ұстатып қойым. Жетпіс сотықта жер. Кезінде жаңағы мақсат туралы жаңағы өгізбен соқа сүйреттік дедік қой. Осы бақша егілген сол свекла. КамАЗ 2 парцелмен алдық осыдан. Жақсы өнімдерді. Бақшаның қыр-сырын жақсы білемді. Одан кейін қой, мен теплица салайын. Балдақпен жүрдім де, есік алдында шағын ғана жасай салдым. Бұлайынан 4, бұлайынан 11. Неден, нөлден қалай етуге болады дегенді іздедім ғой енді. Торттың бетіндегі салапан бар ғой,
жып-жука стретч дейм ба, соны алдым да, сонымен жасайды екен. Болады екен жасауға. Мен жасадым соны. 25 мың теңгеге. Мен пенсионермін, 3-ші группадамын. Бір көз көрмейді қазір. Ол бұрынғы историялар ол. Мен кішкентай кезімде көріп ауырдым дедім ғой. Солардың біреуі ол. Пенсиямның 25 мың теңгесін алдым да, сол стрич сатып алдым. 23 штук алып келдім де жасадым. 23 штук жетпей қалды, тағы бір 13 штук алып келдім де төбесін жауып тастадым. Соның ішінде кан деген пеш, үлкен кісілердің естерінде болу керек. Әкем айтып жүретін, кан деген нәрсе болады. Кан деген мұржасы мын жақта болады да, пеші мын жақта болады, теплицаның. Соны салдым ішіне. Жағып отырдым күніне. 25 градус ұстау керек екен теплицаның іші. 25 градус. Помидорға 5 градус жетеді екен. Если что себем деген адамдар болса, помидорға 5 градус жетеді екен. Ал қиярға 25 градус болу керек екен. 25 градус болмаса, ол ауруды көп етеді екен. 25 градус тұстан. Одан кейін сразу дәнін егіп, март айының 15-іне қарай уже дән шықты да, қияр бәрі. Сол теплицаны салып жүріп, балдақпен жүрем, әкем айтады, кішкене демалса, жоқ, демалмаймын. Шаршамаймын деймін, шаршамаймын дейді, қуаттан сағатын қосып алам. Әкеме де ет қоям. Қазір біздің үйде сол таңертең мен обязательно жетті шай ішер кезде өлеңді қосып қоям. Күн қандай тамаша деген өлең. Бәрілерің настроениені көтеріп отырыңдар деп қоям ғой. Семей жақтан бір кісіні тауып алдым. Біржан деген ағамыз бар. Сол кісіні кумир қылып алып алдым да өзіме. Ол кісіден енді ауыр қаса болды, сол кісіге звондаймын. Аға, мына қиярға не болды? Мына помидордың түрі мынандай болып кетті деп. Ол кісі енді көп көмектесті. Кумир қылып алып алдым да өзіме бір адамды. Сол кісіге сразу звондай бердім. Біржан ағаға рахмет, өмір жасы ұзақ болсын. Одан мен таза ешқандай дәрісіз егуді етіп ютубтан қарап шықтым бәрін. Ол кісінің енді бір кумир қылып алған себебім бір жақсы, ол кісі у бермейді екен де қиярға. Мен де енді өзімде 5 балам бар, 5 баламды асырау үшін енді уды беріп асырағаннан Қытайдың уы бізге қазір өте не болып жатыр ғой денсаулығымызға. Мен у бермей өсіруге тырыстым да, бала шағамды өсіру керек. Қиярды өсірдім, ол кісінің айтуы бойынша. Жақсы өнім алдым. Ол кісінің айтуынша енді миллионды бір теплицадан енді шығару қиын болады дейді. Ал енді миллионды жаңағы теплицаның ішіне рассада егіп, далаға сепсең миллион алуға болады дейді, кішкентай ғана теплицадан. Мен енді миллион шығармасам да 600 мыңдай шығарды қазір бақшам. Бақшаға жаңағы теплицаның ішіне мен егіп тастадым да, рассада алып, теплицаны ішіне рассада қылып ектім. Енді бір 2000 штукта ектім рассаданы, 2000 штук маған бақшама жеткілікті болды да. Енді мотивацияны көп алып алғам ғой. Көп алып алғаннан көршінің бақшасына дейін сұрап алдым да, көрші үйдің бақшасына дейін егіп тастадым ана теплицадан. Қазір маған енді мына теплицаның беріп жатқан пайдасы, мен қазір зарплатсыз жатырмын да. Енді зарплат үшін жұмыс жасау керек, жұмысқа мен денсаулығым келмеді. Өзім сынықтан тұрғаннан кейін жаңа теплицамды айына мен 4-7-ге бөлсек, 4-7-ге 7-сіне 1 рет мен неге базарға шығарып отырмын да, жайдақ базарға. Енді жайдақ базарға шығарғанда бір айына 7-сіне маған 70 мың теңге тауып берді. 7 сайын енді 70 мың теңгеге, енді айына бөлген кезде 280 мыңға шықты да. Енді айына 280 мың мен табам деп ойлаған жоқпын да бұны.
Қош келдіңіздер. Бұл миллионерлер үйі. Біз Алакөл ауданынан кеп осы жерде тұрақтап жатырмыз. Бұл жерде өте бір керемет әсер алуға болады да. Орта күшті. Мынандай ылғи байлар тұратын үй енді. Мына жерде өзіңді бай сезінуге болады да. Денсаулығымызды нығайтып жатырмыз. Күнде осы жерде біз таңертең ерте сағат 5-те тұрып осы жерде күнде жаттығу жасаймыз. Біздің жаттығу жасайтын алаңымыз мына жерде. Қазір таңғы жаттығуды осы жерде отырып медитация жасаймыз. Таңғы жүгіріске жүгіреміз, одан кейін 5 шақырым қазір ауылдағыдай күнде таңертең бізде осындай жүгірістер болып тұрады. Біз мына жерде күнде таңертең жаттығулар жасаймыз. Мына жаттығудың бір-екі несін көрсетіп жіберейін сіздерге. Шынықсаң шымыр боласың деген қазақ атамыз. Жүргіздер үй жақты көрсетейін. Миллионерлер үйіне қош келдіңіздер. Мынау біздің холл. Осы жерде таңертең балалар неге тұрады? Даскаға тұрады мына жерде. Осы жерден бастап таңғы уақыт бізде күн тәртібі белгіленіп жазылған. Күнде таңертең осы 5-те ұйқыдан тұрудан бастаймыз. Полный порядкмен өзіміздің жазылып қойған үлгіміз бар. 9:40-та бүкіл жаттығуды бітіріп, 9:40-та жатқауға тырысамыз. Сағат 10-ға дейін бәріміз жатып қаламыз. Біздің ас үй мына жерде. Балалар кезекпен ас үйде тамақ жасаймыз. Бұл тамақ жасауға барлық бала қатысады. Кезек. Біз мына жерде таңертең сағат 9-дан бастап осы жерде сабақты осы жерде өткізетін боламыз. Осы жерде бүкіл дайындығымыз осы жерде өтеді. Білім, үйге берген тапсырмаларды осы жерде нақты осы жерде өткіземіз. Осы жерде өзімізге спикерлер келіп сабақ береді. Осыдан 3 жыл бұрын телевизордың алдында құрақ көріп отырсам, Нұрсила құрдасты көремін. Мотивация беріп жатқан. Содан осы ұлдарым менің де оқып, сол жерде бір жақсы азамат болса деп армандағам. Сол арманым биыл орындалды. Әпкемнің ұлы Мақсат, менің ұлым Рүстем. Қазір сол Нұрсиланың оқып жатыр, Алла берсе. Бір кездегі арманым енді орындалды деп ойлаймын. Балаларымнан үлкен үміт күтемін. Алдында айтып өткенде Бөле ағам екеуміз бірге шынықтық дедік қой. Сол Бөле ағам міне қазір біз екеуміз бірге сабақ оқып жатырмыз. Бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде. Міне ініміз екеуміз 30-ші ағымға келдік. Өте жақсы әсердеміз. Хостелде тұрып жатырмыз. Біріншіден Гүлшат апайымызға рахмет. Спикерлер, ағайлар келіп сабақ беруде. Өте жақсы әсердеміз. Жақсы келіңіздер, оқыңыздар, білім алыңыздар. Алматы облысы Алакөл ауданы Еңбекші ауылына сәлем бізден. Бізде бәрі жақсы. Мен Ақтау қаласынан келдім. Атым Жолдыбек. Мына жерде Мақсат деген жігіт, құрдасым, тоже 86 жылғы жігіт. Сонымен танысып, өзінің бұл өмірінде болып жатқан оқиғаларын айтқан кезде мен таң қалып, үлкен әсерлер алып, үлкен күшті мотивациялар алып жатыр. Бұл жігіттің оқиғаларын тыңдаған кезде денең тітіркенеді, шошисың, бірақ оған қарамастан рухы биік, асқақтап, Ахметбек ағайымыздың сабақтарын, қуаттану сағаттарын тыңдап, сол арқылы рухын көтеріп, аяғына тұрып, табыстау, еңбек етіп, кәсіп жасап жатыр дәл осы күнде. Мен осы ұлымның осындай бастама бастап, осылай жолға шығып, сапарға шыққанына өте қуанышты болғанбыз. Әлде де қуаныштан жақсы білім алса екен,
осы бала шағасын жақсы бір ер жеткізіп өсіріп, халқына қызмет етіп, халқына бір жақсы бір азамат болса екен деп тілеп отырмын. Ақ жол тілеймін. Осы балаларыма да барлық осы пенделерге де жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Заманымыз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, осы жер дүниеде ешқандай жамандық болмай, Алла тағала осылай жоғары білім беріп бала шағаларыма, осылай зейін беріп, аман есен болсын екен деп тілеймін. Барлығы да жақсы болсын, бақытты болсын. Отбасымда әке шешем, 5 балам бар. Осы 5 баламды бір мықты бір білімді елін халқын қорғайтын азаматша мен азамат қылғым келеді. Болашақта бәрімізге әмсе денсаулық берсін. Сіздерге де осы аламан курсына оқуға ұсынам. Өйткені о жердегі білім басқа жерден таба алмаймыз ба деп ойлаймын. Өйткені өте бір денсаулыққа пайдалы білімдер алып жатырмын да, мен қазір денсаулықпен ғана күресіп жүрмін. Өздеріңіз көріп тұрғандай денсаулығым қазір жақсы, Аллаға шүкір.